Кешар қадірлі көрермен, мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлықпен мұрасыз күресу мемлекеттік саясаттағы негізгі басымдықтың бір екенін атап өткен. Заң үстемдігін орнатып, нағыз құқықтық мемлекет құру үшін ең алдымен жемқорлықтың тамырына балта шабу керек. Енді елімізде жемқорлықпен күресу жалпы қалай жүруде? Енді біз мысалы әлемде әрқашан тәжірибені келтірген кезде Сингапур елін келтіреміз, Норвегия, Финляндия елдерін келтіреміз. Сингапурдағы Ли Куан Юдің пікірін айтамыз әрқашан. Жемқорлық деңгейі жалпы бізде азаюда ма? Себебі әлемдік көрсеткіштер бар. Сыбайлас жемқорлықпен күрес саласында жалпы қандай өзгерістер бар? Осы және өзге де сұрақтарды бүгін студияда қонақтармен талқылайтын боламыз. Студияда сіздермен әдеттегідей Ерболат Мұхамеджан, бүгінгі бағдарлама қонақтары Марат Башимов, Еуропалық құқық және адам құқықтары институтының жекеше қорының директоры, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің жанындағы қоғамдық кеңестің төрағасы, және бізде Ербол Сардарбеков, Әділдік жолы Республика қоғамдық бірлестігінің мониторинг және талдау департаментінің басшысы. Қош келдіңіздер. Тақырып өте маңызды. Енді президент соңғы жылдары бірқатар маңызды қадам жасалғанына осы сала бойынша назар аударған болатын. Соттардың сапалы қызмет атқарушы нақты шаралар қабылданды бізде. Кейінгі 3 жылда 200-ге жуық судья жұмыстан шығарылған және лауазымы төмендетілген. Ол туралы былтыр тура 1 жыл бұрын президент Тоқаев мырза сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл мәселелер жөнінде кеңесте айтты. Оған сіз де қатыстыңыз, Марат мырза, қателеспесем, есімде. Енді президент берілген тапсырмалар бойынша осы 1 жыл ішінде қандай өзгерістер болды, орын алды? Себебі бүгінгі сыбайлас жемқорлықпен күрес саласында қандай да бір жай ғана шешімдер емес, институционалды шаралар жүзеге асырылды ма? Себебі қазір менің түсінген бойынша президенттің қойған тапсырмасы бұл біреуді ұстап қамау ғана емес, жүйелі шешімдер. Яғни біреуді ұстап қамаудан жемқорлық жойылып кетпейді. Оның орнына басқа адам келеді, ол соны қайталауы мүмкін. Келісесіз ғой? Келісеміз. Шын айтып кету керек, Ерболат, бүгін өте маңызды тақырыпты қозғап отырсыз. Өйткені енді шындық айту керек қой, халық әбден шаршады. Қоғамда шаршады. Жемқорлық деген біздің мынау имандылыққа да сәйкес келмейтін нәрсе, ұлттық қауіпсіздікке де сәйкес келмейтін нәрсе. Адам құқықтарына теңдік, әділеттік деген мынау неге президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтқаны әділеттік мемлекет құрайық. Ол енді бірінші принцип қой, адам құқығы теңдік пен әділеттік. Солай емес пе? Сұраныс соған. Қоғамда сұраныс әділеттік пен теңдікке жоғары. Сол үшін осы қоғаммен бірге күресіп жатқан өте маңызды. Неге сіз жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, қоғамдық кеңес деген, неге? Осы 2 жылдың ішінде өте маңызды нәрселер өткізілді. Биыл 3 қаңтарда енді заңдарға 19 миллион халықта бізде Конституцияда жазылған заңдар салық төлеу керек, заңды орындау керек азаматқа. Қандай заң? 3 қаңтардан бастап біз айтамыз, мынау заңсыз байлаған, незаконное обогащение деген, оған біз қанша 20 жыл осыны нені өткіземіз деп сарапшылар айтып отырғанда өтпеген. Содан кейін мынау жемқорлық күресетін агенттігінің басшылары қоғамдық кеңеспен бірге осы талап танып, осыны айту керек, объективтік түрде айту керек. Осы өте маңызды. Енді қарай, заңсыз не деген чиновникті өзіміз айтамыз, өз джип деген жүр, джип өзі $100,000 болса, өзі қалай қызметкерде көрініп тұр қандай ақшасы болған. Ол сіз өзіңіз шет елдің бәр жерде болдыңыз ғой, мен биографияңызды қарадым ғой, бәр жерде болдыңыз. Шет елде сен дәлелдемесең қайдан ақша алдың, ол сыпырып алады ақшаңды. Дұрыс қой? Қоғам сұрайды. Оны қойып, мемлекеттік органдар саған Франция, Германия болсын, Америка болсын, сен қайда байып кеттің, тартып алады оның бәрінде. Мемлекетке тартып алады. Сұрақпайды ол. Сен жалақың осындай көлемде, бірақ сен тұратын үйің қандай? Қыдыратын жерің бұлай? Мен содан өз магистранттан, доктор әкімдерге, студенттарға да айтамын, мынандай деп белгілі болсын деп, мынау барлаудың ылғи сотрудниктары сөйтіп ұсталып қалатын. Олар бақылауда жүреді ғой басқа мемлекеттерде, сыртқы істерде істейді, анадарда істейді. Оларда ақшалары, мысалы, Олдридж деген ЦРУ-да жұмыс істеп, Совет өкіметіне жұмыс істеген кісі, әйел қайта-қайта мынаны перші дегенде, қарап қалды ақшасы, қайдан келіп жатыр ақшасы, сөйтіп ұсталып қалады. Қазіргі кезде екінші өте маңызды декларация деген. Қазір мына Ерболда айтады ғой бізге, салық жағынан. Мен кішкене бастап кетейін. Енді декларация деген қазір басталды.
биыл заңды тұлғалар, енді бір жылдан кейін 25 жылдан бәріміз пресс толтырып алып, көрсетіліміз кімге жазылған, қандай жасырылмай ма, ашық түрде болады ма? Ашық түрде бәрді. Қазір мемлекеттік қызметкер одар істеп жатыр оны. Базаның бәрі де біледі, и көрініп тұрады. Сен бірдеме сатып алдың ба? Қазір мына телефон арқылы, мен ойлаймын, Каспийда бір ақша келіп жатыр, бақылап отыратын шығар да онда қазір, бақылау керек. Өйткені білініп отырады, қайдан ақша келгені. Ол да жемқорлықпен күресу. Сен айтшы, қайдан ақша келді деген. Қоғам оған дайын ба, дайын емес пе, менің сұрағым бар әлі, Өйткені бәрі өзің Британияда да оқыдың ғой, Британияда, Сен бірге айтшы. Тәжірибеден өттің, Қай жерде ода қорқады, декларацияны тапсырса, ой, қандай бізде мереке, декларацияны тапсырдық деген қуанады. Өйткені бәрі де дәлелдейді ғой, Соған біз тырмысу керекпіз. Мен айтам, ол оңай емес. Бізге әлі оның бәріне тырмысамыз, Тағы да үшінші, қазір Ербол, мен тағы да айтып жіберейінші, мына көгерлерді бізде жемқорлықпен күресетін деген, ол өте қиын ғой, Сен жай сөйлей берсең, саясат туралы айта берсең, сен біреудің ақшасына тисең, мына Ерболат емес, Ерболаттың жолдасына қарашы, 2-3 миллионы бар екен доллар, қайдан әкелді? Біліп тұр ғой, заңсыз біліп тұр, Ол куәгер барады айтады сол туралы. Енді біз заңды айттым ғой, өтіп кеткен қандай нәрсе бар. Куәгерлерді әр саласынан қорғайды, защита свидетелей дегенде. Оны қойып оған ақшасын береді 10%-ын. Материалдық жағынан, ол маңызды. Тығады оны. Еңбек кодексіне өзгерістер жіберді. Ешкім оны шығаруға, мысалы білсе де, жұмыстан шығаруға, ол өте маңызды. Кісі мемлекетке көмектесіп отырса, қоғамға көмектесіп отырса, енді мынау Совет үкіметінің келе жатқан терминал дұрыс емес, стукач, мынау деп айтатын ғой, А бізде заңгерлердің жоқ. Ол Германиядағы секілді, даму мемлекеттері секілді тырмысады, әділеттікке тырмысады деп, мен соны бастасам, сөйтіп айтып кетемін. Рахмет, Марат мырза. Ағамыз толтырып кетсек, барлық айтылған сөздерді орындау үшін біріншіден заңнамалық негіз керек. Егер де қазір біз әділдік жолы қоғамдық бірлестігі біз сыбайлас жемқорлықпен күрес іс-шарасын жүргізудеміз. Қазір практикада, тәжірибеде көптеген жағдайларға тап болып отырық. Қандай? Мысал ретінде айтатын болсақ, мемлекеттік ішкі аудит бір хат жазсаң, оған екі түрлі жауап келуі мүмкін. Біріншіден саған отказ келуі мүмкін, бай айтқанда. Тексерісіне деген ба, қалай? Жоқ, сіз мердігер емессіз деп. Өйткені бізде екі заң бар, біреу закон о государственных закупках, екіншісі закон о финансовом государственном аудите. Екі заңда екі норма екі түрлі. Сондықтан бір жауапта болуы мүмкін, сіз мердігер емессіз, а екіншісінде тексеріс жүру мүмкін. Оның өзі бір коррупциялық риск болып саналады деп есептеймін, негізі. Екінші мәселе. Бұны қалай түсіндіресіз? Сіздер осы мәселені көтердіңіздер ме? Осы мәселені біз көтердік. Жақында біз исполнительный директор біздің әділдік жолы Дидар Смағұловпен бірге вице-министрде болдық. Біз форматты логикалық бақылау, жаңағы рисктарды шектеу үшін автоматизированный ограничениялар ұсындық. Оның бәрі қазір жүріп жатыр, топ құрылды, бүкіл ұсыныстар қабылданды. Оның инструмент ретінде қолдану шараларын қарастырып жатырық. Қандай ақпарат керек, қандай информация керек, қандай министерствомен бірге істеу керек. Өйткені ол жерде мемлекеттік сатып алу болғандықтан ол бірнеше министерствоға қатысуы болуы мүмкін. Тек қана мысалы, Марат мырза, жалпы жемқорлық үшін мысалы сотталған азаматтарды енді шартты түрде босату, оған қазір келеміз. Бірақ Ерболдың айтқан заты, бұл жерде біз кәдімгідей коррупциялық рискті көріп отырмыз. Яғни екі заңның бір-біріне қатысты қарама-қайшылығын байқап отырмыз. Тіпті жаңағыдай отказ келудің өзі сұрақ туындатады. Сұрақ туындатады. Яғни аудиттің өзі осы тексерістің болуына кедергі жасайды ма, сонда қалай? Ол тексерісті... Ол қаншалықты дұрыс? Ол мүмкін аудиттің кінәсі жоқ шығар. Сонда кімнің кінәсі оның? Заң бар, сондықтан оларға себеп бар. Айтуға немесе былай деп... Бұл заңды өзгерту керек шығар. Сіз қазір мысалы қоғамдық кеңесте... Біз ылғи айтамыз, қоғамгерлер бірге жұмыс істегенде заңдарды өзгерту керек. Өйткені заңды қалай өзгертпесең, қалай сен оны нетесің? Бюджетті бақылаған деген қазір үлкен сұрақ қой. Сен емес пе? Анау коррупцияның бәрі бюджетті кіргізіп жатқандан басталады. Дұрыс қой, әлі лоббисттер. Мемлекеттік органдар бар, анадар айтады, мына ақша керек деп, ананың бәрін бағаларын үлкейтіп тастайды, кіргізіп жібереді, мына үлкен бағаға салады. Содан кейін сол жерден бастап бақылау керек қоғамға деп, ол бірінші.
Содан кейін жаңағы бюджет енді оны тағы да бақылау керек. Өйткені қалай мынау әртөмен қай жерге жіберіледі, қалай ол орындалады, ол үлкен мәселе. А мен ұмытып кетпегенше тағы да сіз жаңа басында басып кеттіңіз, мына сот жүйесін. Халықтың бәрі неге айтып отырған? Сот жүйесі, президент оған өте көңіл бөліп отырғаны. Ол айтты ғой, біздің бақылауымызда сот жүйесінде өзгерістер болу керек. Ол неден басталады? Президент өзінің несімен, жарлықтарымен, мынау кадр мәселесін көтеріп жіберді. Өйткені кадр мәселесі бірінші орында тұрды. Жоғарғы сот өзі кадрларын қараңыз. Баяғы кезде өз кадрларын бүйтіп алып алатын, жемқорлық сол жақта болатын, баяғыдан бастап 2010-нан жоғарғы сот кеңесі деген болатын, президентке бағынатын. Бірақ оның қолында түк болмайтын. Қазір оның бәрінде кадр мәселелерін енді былай, сен сот болсаң, сен істерді ғана қара. Ешқандай немен айласпа. Сен таза отыру керексің, сен осындай орның болу керек. Бірақ жоғарғы сот кеңесінде бәрі болу керек. Емтихан тапсырады, бәрі ашық болу керек. Енді де мен айтатынмын, сұрақтарды көтеріп. Содан басталады, сіздер ашық көрсетіңдерші, кім қандай балл алды, кім қалай өтіп жатыр, сондай нәрселерге деген секілді. Аттестациялық комиссия деген бар, квалификация деген. Сот жүйесі әділеттік болса, бизнесте сенеді оған, мемлекеттердің органдары да бәрдерді реттейді, қоғамда сенеді деп, осыған біз ақындап келе жатырмыз. Ол президенттің үлкен осыған үлесі бар деп айтып кету керек оны. Қараңызшы, мен жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, президент шешіміне қатысты. Жемқорлық мысалға, мен айтқан, жемқорлық үшін сотталған азаматтарды енді шартты түрде мерзімнен босатуға тыйым салынды. Сонымен қатар соттарға, қорғау қызметкерлеріне пара бергендерге және делдалдарға қатаң жаза қолданылатын болды. Мысалы, салық декларациясын тапсыруды енгізді. Осы және айтылып жатқан шаралар нәтиже беріп жатыр ма бізде? Беріп жатыр. Мысалы, соттардың қорғау қызметкерлеріне қатысты қатаң, яғни жаза қолданылу бойынша. Жаза да қолданады. Оларды тіпті бәр жағынан да... Бұрын бізде делдалдарға қатаң жаза қолданылмайтын. Қолданылмайды. Өйткені қараңыз, ол кезде тіпті... Яғни олар құтылып кетеді? Құтылып кетеді. Кім алды? Сол кінәлі. Оны бәрі қоғам біледі енді, қазіргі кезде оған біз бәрін алып тастадық, заңда жоқ ол. Заңда қазір тура айтылған, шын айтсам, мынау... Бұл жемқорлық деңгейін төмендетуге әсер етеді ма? Әсер етеді. Бір жағынан әсер етеді. Бір жағынан енді қоғамның өз сана сезімі көбейіп бара жатыр, біліп жатыр. Екінші жағынан біз айтамыз, кнутом и пряником деген, жауапкершілікте мынандай бар, қатты жауапкершілік, онда түсіну керек. Бірақ мынау бір нәрседе тағы да айтып кетеді, біз телевидениеде отырғаннан кейін осыны мына сана сезімді қалай өзгертсек деген, ол құқықтық сана сезімді жоғарғы деңгейге көтеру керек деген, осында жұмысты өткізу керек. Мына осындай бағдарлама арқылы, осындай көбірек айту керек. Өйткені жемқорлық имандылыққа сәйкес келмейді деп басында айтып кеттік қой. Сонда қоғамын қабылдамаса, енді бүкіл дүние жүзінде неге қабылдамайды отыр? Сен мына ақшаны тапсаң, жемқорлықпен, наркотик дейміз ғой, наркотикпен қару сатқан, олар дүние жүзінде бәр мемлекеттік ұйымдар осымен күреседі. Сол үшін бізді көзқарасымызды ақырындап осы бағдарлама арқылы көтере берейік. Жалпы бұл қадамдармен үлкен іс деп ойлаймын. Енді сіздер мысалы қоғаммен жұмыс істейсіздер ғой, әлде азаматтарымыз әлде күнделікті өмірде бір сыбайлас жемқорлықпен бейбіт келуде ма? Сіздер бір мониторинг жүргізесіздер, талдау жүргізесіздер мысалға, немесе жемқорлық деңгейі бізде төмендеуде ма? Қандай өзгерістер орын алуы мүмкін осыған қатысты мысалы? Бұл заңды жаңа қабылданған заңдар үлкен бізде қазір сот мысалға. Негізі кез келген заң, соттың өзін соған сотқа беру. Негізі кез келген заң ол бір күнде іске аспайды, іске аспайды. Ол мынандай длительный болады процесс. Сондықтан ол қазіргі таңда мысалы мынау заңның қабылданған уақытымен, например, қазіргі уақытты есептесек, ол бір определенный дәрежеге жетті ол заң. Бір нақты шешім болды, и оның бір результаты бар определенный уже. Бұл дұрыс деп ойлаймын негізі бұл заңдарды қабылдаған. Но сондықтан, кешіріңіз, ол орында тұрмау керек негізі заң деген. Ол заманмен бірге жетілдіріп тұру керек әр уақыт сайын. Өйткені әр заңды қабылдаған кезде жетіспеушіліктер болып қалуы мүмкін. Сондықтан біз сондай жетіспеушіліктерді анықтап, ұсыныс ретінде мысалы құзырлы органдарға хат ретінде жазамыз, жұмыс тобын құруға тырысамыз. Орындалуына кім мүдделі көбінесе? Қоғамның өзі мүдделі болу керек пе әлде қалай? Біріншіден оны білу керек. Жаңағы, например, қаншалықты біз ол заңның іске асырылып, орындалып жатқанын қалай бағалай аламыз, қалай біле аламыз, қандай мониторинг жүйесі арқылы біле аламыз? Ол заңның бірінші направлениесі байланысты білу болады. Заң қабылданды, түсінікті. Заң қабылданды. Егер де мысалы сыбайлас жемқорлық туралы заң қабылданса, басқа түрде де, условно,
оны біз көре аламыз нәтижесі арқылы заңның дұрыс еместігін немесе кемшіліктердің арасындағы. И сол кемшіліктерді алып тастау арқылы оны жетілдіруге болады сол заңды. А Қазақстанда кейбір заңдарда кемшіліктер бар, бірақ оның бәрі бірте-бірте жетілдіріп жатыр, но оның бәрі постоянный процесс требует. Внимание постоянного. Мен жаңа біз сот жүйесін айттық, парламентте айттық, әділеттер заңдарды, бірақ мен мына конституциялық сот туралы айтып кетейін деп едім. Өйткені конституциялық сот енді заңдарды сәйкес келмейтін құқықтық нормативтік актілері ата заңға сәйкес келмейді айтып отырғанда, ол парламентті тәртіпке шақырады ғой, солай емес пе? Ол атқару билікті тәртіпке шақырады, конституциялық тәртіпке. Ол ма сот жүйесін бүкіл органдар мен біздің мемлекеттің бәрі тәртіпке шақырады. Сол үшін ол да жемқорлықпен күрескенге өзінің үлесін қосады. Дұрыс қой. Сонан кейін тағы да бір мәселе, біздің мынау неге айтып отырғаным, арғы институттар мысалы өздерінің функцияларын орындау керек. Өйткені ол жемқорлықпен бірақ қана агенттік қана жеңе алмайды ол. Оны бәр мемлекеттік органдар сонымен жұмыс істеу керек. Жаңа системдік түрде. Мысалы сіз өзіңіз қоғамдық кеңестің мүшесісіз, антикоррупциялық агенттіктің, сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінің. Олардың жұмысына қандай баға бересіз? Өзгеріс бар ма қазір мысалға? Қазір байқаса қоғамда мынадай бір пікір бар. Мысалы жабық деген сияқты да. Жұмысына қатысты, жұмыс жүргізу қазіргі стильдеріне қатысты сұрақтар туындап жатыр. Қазіргі сіз енді қоғамдық кеңессіз, сіз тікелей оған агенттікке бағынбайсыз. Сізді кәдімгідей дауыс беріп қателеспесем тағайындады, сол жерге сайлады сізді мысалға кәдімгідей сеніммен. Сіз бұрыннан ол кеңестің мүшесісіз қателеспесем. Мен сол кеңестің мүшесімін. Кезінен бері. Біз қалай баға бересіз мысалға? Біріншіден өзіміздің енді қоғамдық кеңесті айтып отырсыз ғой, қоғамдық кеңестің үлесі үлкен. Өйткені біз сол агенттіктің өзі. Осы заңға, осы концепция деген қабылданғанға үлкен сұрақтарды көтеріп, бүкіл бірақ мен ылғи көтеріп отыратын осы мәселелер. Велосипед не надо изобретать. Бізде екі конвенциялар бар. Үш конвенция, бірі Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясы, бұл үлкен мынандай универсал дейміз. А екі конвенция бар. Европалық конвенция деген ол қылмыстық жауапкершілікке конвенция и азаматтық жауапкершілікке, жемқорлыққа деген. Бізде жай ғана кімдерді, мемлекеттік қызметкерлерді коррупцияға тартады. Европада қарасаңыз кімдерді тартады? Бүкіл азамат бәрінде бастап. Сен банкқа барсаң, қазір банкта барады да, біреу ақша береді, кредит алады. Бірдеме тұрақ болғаннан кейін парасын береді. Бізде оған жауапкершілікке тартпайды. Шетелде, бәр жерде, бәр сфера болсын, бәр жерге жауапкершілікке тартады. Біз соған тырмысу керекпіз. Біз соны итеріп отырмыз. Енді агенттіктің жұмысын мен айтайын сізге, міне 600 миллиард ақшаны қайтарып отырған ол агенттіктің жұмысы ғой. Біз өйткені айтамыз, міне заңсыз шығарылған ақшаның өзі 600 миллиард деген ол бірталай ақша. Бірақ түсіну керек спецификаны. Құқық органдардың бәрі специфика, міне өздері жұмыс істеді ғой, өйткені одан құпиялар көп. Одан қылмыстық процессуалдық кодекстар бар. Одан ұстау керек. Мен де өзім академияны басқарғанда да сондай болған. Өйткені сен бәр нәрселерді айта алмайсың. Ол бірақ ашықсың сен. Формаларын алып тастады. Қарасаңыздар, одар полиция секілді формамен жүрмейді. Әр азамат келеді де сөйлеседі, айтады, нетеді. Ашықтығы неменемен байланысты деген сол сұрақ. Тергеумен байланысты? Жоқ, тергеуге құпиясы бар. Одар айта алмайды оны. Қандай ашықсыз деген? Жұмыс жүргізуіне байланысты. Жұмыс, қалай жұмыс жүргізу? Қайта-қайта бәрін айтып отыруға, одарда құпия бар. Жұмыста анау тергеу өтпегенше одар кей нәрселерді айта алмайды. Одар процессуалдық құқықпен байланысты, Сол үшін оның да өзінің недері бар. Мысалы, бұл жерде айтайын деген. Бірақ өзі ашықтыққа біз қоғамгерлер ойлағанымыз бәрін айтамыз, одар тыңдайды. Сіздер тартасыздар. Тартасыз, айтамыз. Мен сізге артымен айтайыншы. Мен ана төраға болып, тіпті басқа сұрақтарға кетіп қаламын. Мен анада өз көтердім ғой. Өз бағдарламада хабар 24-те шығарып жібергем. Әлгі 5 геодезияда жұмыс істеген қыздарды 40 минут ұйықтатқанға, ол енді ол ана агенттікте жоқ. Мен бірақ қоғамдық кеңес төрағасы болғаннан кейін менің атыма жазып беріпті жемқорлықпен күрес. Мен сол шолын көтеріп, нетіп, айтып, жауапкершілікке тартқыздық ана мемлекеттік органда. Бізде тіпті қай мемлекеттік орган? Геодезия деген орган өзі анау еңбек министрлігі тартты жауапкершілікке. Мен айтып отырғаным, қоғамгерлердің бәр мемлекеттік органда жақсы жұмыс істесе үлестері бар. Соған тырмысу керек. Қараңыз, шетелдегі секілді. Мысалы, өзіңіз енді Шығыс Қазақстан мәселесін әрқашан көтеріп жүрсіз ғой, мен байқаймын. Мысалға анау
бір жерде шошқа фермасын салу мәселесі шешілді. бойынша. Иә, менде сұрақ мынандай. Шешілді, біз қоғамгерлер көтеріп. Жалпы біз соңғы уақытта байқаймыз, кейбір аймақтардың, облыстардың әкімдеріне қатысты қоғамда сұрақтар пайда болады әрқашанда. Неге ол ұзақ отыр, немесе неге кейбір заттардың жақсы, яғни үлкен жобалардың нәтиже бермей жатқанына қоғамнан, халықтан, тұрғындардан сұрақтар пайда болады. Мысалы, сіз өзіңіз қазір халықпен де көп кездесесіз. Сұрақ, Марат мырза, қаншалықты осы мәселені қоғамдық кеңес ретінде антикоррупциялық, яғни агенттікке, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттікке жеткізе отырып, және тек қана жеткізбей, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, 5 қыздың ұйықтап қалғанына қатысты анау геодезия орталығының істеген әрекеті. 40 минут қана ұйықтағанына соған сіз дұрыс шешімді әкелдіңіз. Яғни соңына дейін нәтижесін жеткіздіңіз. Ал ірі шенеуніктерге қатысты пікірлер айтылған кезде, сұрақтар туындаған кезде қоғамнан, қоғамдық кеңес қаншалықты ықпал ете отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің басын соған бұрады? Бар ма сондай бір мысалдар? Мысалы, қазір сіз өзіңіз әрқашан айтатын Шығыс Қазақстан облысына қатысты сұрақтар қоғамда пайда болуда. Оның журналистер емес, қоғамда пайда болуда. Тіпті анау әкім деген бағдарламаның жүргізушісі бар ғой, бауырымыз. Асхат, иә. Өте жақсы бағдарлама. Көрдіңіз ба, анау мысалы Риддер қаласының әкімі? Мен туралы айтасаңыз, мен ылғи осы сұрақтарды ашық көтеремін, айтамын. Қоғамда көтеретініңізді білем. Телевизияда көтеретініңізді білем. Хабар 24, менде мына жібек жолына да келіп көтерген боласыз. Бірақ мен сұрап отырған сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің, яғни қаншалықты оған бағыттап, және соңында бір тексеріс, басқа мәселелер. Сіздер де олармен меморандумға отырғансыздар. Мысалға, сіздерде де аймақтарда өте көп. Қазір бірінші ағамыздың пікірін біліп алайық, сосын сіздің ойыңызды білемін. Тексереді. Мысалдар айтыңызшы, қашан біз результат көреміз? Тексереді. Өйткені мынау президент қазір задача қойды ғой, орысша айтқан кезде. Жоқ, президентке сіз ылғи айтып отырсыз, сіздердің президенттік каналы ғой, осы каналда да айту керек. Қазір қараңызшы, бәрдері ашық айтады. Бәрі ашық айтады. Ана саяси режимнің кезінде кім осылай ашық айтады? Қолдауымыз керек қазір. Ерболат мырза, баяғыда біз айта алуымыз ма осындай ашық түрде қандай мынандай проблемаларды ашық айта алмайтынбыз. Ол туралы да айту керек. Мынандай сіздерге рахмет, осындай журналистер көтеріп айтып отырғаныңдар деп. Ол мен мысалы риза боламын, өйткені өзіңізді айтып кеттіңіз, көтереміз. Енді мемлекеттік органдардың ашықтығы керек деген сұраққа қосыламын. Одар ашықтығы былай болу керек. Мысалы, осындай проблема көтерілгенде, одар бақылауға алады. Бірақ одар ашық қатты айта алмайды. Одардың агентуралар бар, агентуралар бар, одар разработка деген терминдер бар ғой, экономикалық недерде жұмыс істеді ғой, өйткені құқық органдардың жұмыстары кейде анда жүріп отырады. Сен ары жазып бердің, тіркейді. Содан кейін ақырында одар барады да кіріп отырады. Ол былай полициядағы секілді емес. Сен ұрып алдың, анан соқтың, бітті. Сен айта алмайсың. Одар кеп тартады, КНБ-нің жұмысымен бірдей болады кішкене, о жағынан. Нәтиже қашан көреміз? Нәтижесін мысалы, бір әкімге қатысты, мысалы, сіз өзіңіз айтып отырсыз. Шенеуніктерге қатысты жалпы сұрақ болу керек. Оның көлігі, жаңағы $100,000 көлігі болуы мүмкін, 50 миллион мысалға теңгелік көліктер болуы мүмкін, ірі жол таңдағыш. Немесе жол таңдамайтын. Немесе мысалға оның коттеджі, немесе оның баласы Мальдив аралдарында қыдырып жүруі мүмкін. Бірақ оның жалақысы, мемлекет қойған жалақысы оған келмеуі мүмкін. Дұрыс па, Марат мырза? Біз бәріміз білеміз ғой жалақыны. Келісеміз. Бәрі заңның алдында конституцияға тең. Әкім болсын, әкімнің баласы болсын, сіз, біздің қарапайым жігіттердің бәрі де тең. Сен қазір дәлелдемейсің, қазір мына экономист неде айтып отыр ғой, сен қазір мынаны дәлелдемесең, қайдан алған ақшаны тартып алу керек мемлекетке. Өйткені сен қайдан алдың? Мемлекеттік қызметкер болса, мен соны айтып тұрмын ғой, 3 қаңтардан бастап заң іске кірді, незаконное обогащение. Енді біз сізбен бірге итеріп отыру керек біз оны. Қайда кім, кім болсын, сен қайдан алдың мынаны, көтер, дәлелде деп сұрақтарға антикорға да айту керек. Басқа органдардың бәрін итеріп отыру керек. Бір әріптестеріміздің зерттеуін көрдім, әлі жарыққа шыққан жоқ. Мысалы, президент Тоқаевтың киімдеріне қатысты, мысалға бағасына қатысты. Кәдімгі қарапайым, бағасы қымбат емес киімдер мысалға. Бірақ біз шенеуніктерді әрқашан байқап қойған кезде қол сағатын қарасақ та, басқасын қарасақ та,
қымбат заттарға үйір болады, тіпті олардың жұбайлары, басқасы. Бірақ сұрақ туындау керек қой қоғамда. Заңды ғой, мысалы, сіздердің қоғамдық бірлестіктер мысалға, региондарда облыс әкімін айтпай қойын жарайды. Аудан әкімдерінің өзін қарасаң, орысша айтқан кезде шиковать етіп жатады балалары. Тіпті мен мынандай ақпарат естідім. Бір облыс әкімінің баласына үлкен квадрат метрлік үй салғызып жатыр, коттедж. Менде сұрақ туындайды. Ол қандай? Бір облыс әкімі бір қалада үлкен деңгейде балаларына той жасайды. Өте қымбат әншілерді басқан шақырып. Тағы да сұрақ туындау керек қой, мысалы, дұрыс па? Сұрақ туындайды. Ол қазір біріншіден оған заңнамалық себеп керек. Әр сұрақ ол должно подкрепляться законом. Қазір ағамыз айтқандай, заң қабылданып жатыр ғой. Осыдан кейін юридический основание болады. Қоғам сұрағы. Онда заңды соған сәйкестендірейік. Заң күшіне енгеннен кейін бізде негіз болады. Негізге сәйкес арыз жазып керек соответствующий мер. Экспертиза туралы айтшы, сен қандай үлкен проблема? И мысалы заңдама? Қазір бар заңда. Мысалы, мындай құқық органдарында үлкен мынандай проблема бар. Мысалы, қылмыстық іс факті табылды, бір жерде үлкен суммада ақша жымқырылды, бюджеттік ақша. Енді адам келіп арыз жазады, енді оны дәлелдеу үшін, регистрация істеу үшін, жаңағы ЕРДР-ге регистрация, ЕРДР, единый реестр досудебных расследований. Оған регистрация істеу үшін экспертиза болу керек. Одың алдында экспертизада, өйткені экспертиза не үшін керек? Экспертиза сумманы анықтау керек қой. Қандай статья, қандай бап болатын, қандай крупный ущерб, средний ущерб. Енді экспертиза болу үшін ақша керек. ЕРДР болу керек. ЕРДР болғаннан кейін жаңағы мемлекет ақша бөледі экспертизаға, одан кейін экспертиза істеуге болады. А мұнда экспертизасы ЕРДР істей алмайды. Сондықтан сол үшін мына антикордың жұмысы тоқтап қалады. Да, сондай мынандай шешілмеген мәселе, жаңа заңда айттым ғой, шешілмеген мәселелер болады осындай. И тергеуші ол не экспертиза істей алмайды, не оны тіркей алмайды ол қылмысты. Себебі ол тіркеу үшін экспертиза керек, а экспертиза үшін ЕРДР керек. Түсінікті. Соңғысы. Қай салаларда басым жоқ? Шын айтайықшы, мына олигархтардың өкілеттері болған, парламентте айтып кету керек оны. Лоббилер? Ода лоббизм. Қазір міне президент айтты ғой, заңдардың бәрін конституцияға сәйкес келтіреміз. Соның ішінде олигархтар жасаған өздеріне заңдарды. Депутаттарға да сұрақтар туындау керек менің ойымша. Заңдарды орысша айтқан кезде продвигать ету бойынша. Өте дұрыс. Соған бәр нормаларды алып тастау керек. Анау итеріп отырған, сондай беріп отырған нәрселерді, олигополияға жол беретін, басқа мынандай жемқорлыққа жол беретін деген үлкен жұмыс әлі алдыда деп айтып кетейін. Қай салада басым жемқорлық? Жемқорлық мына мемлекеттік сатып алуда бірінші орында тұр. Ол өйткені проблема. Екінші ол енді мынандай бюджет саласындағы бақылау. Мен ойымша бюджет саласындағы бюджеттік білмей тұрмыз да. Мен мысалы онда мамандығым жоқ, мен білмеймін, оны экономистер біледі. Бюджетті нұрламау керек, бақылау керек. Үшінші ол ең үлкен ақша бөлінетін денсаулық сала, білім саласы. Түсінікті. Көп рахмет сіздерге. Енді жалпы өзі бізде бір жемқорлық деген біздің бір дәстүрімізге айналып кеткен сияқты көрінеді кейбір кезде. Мойындау керек. Қазақта сөз бар ғой, жемқорлық індет, онымен күресу міндет дегенде мақалдарды енгізіп жіберді мысалға. Тіпті біздің өмірлік бір күнделікті қолданыстағы сөзімізге еніп бара жатыр. Бұл қорқынышты негіз. Себебі жемқорлық дертіне қалай душар болдық, онымен күресті қайдан, қалай бастағанымыз дұрыс. Қазір көпшіліктің бар арманы, мен байқаймын, көбісімен сөйлесем, бай болу. Бірақ бай үшін ар, намысынан, яғни өзінің намысынан бас кешетіндерде біздің қоғамымызда жетерлік. Адамға ақша қызмет етпей, адам ақшаға қызмет ететін түсінік қалыптасқалы бері, Марат мырза, оның санасы уланды, дүниенің құлына айналды, содан кейін ол дұрыс емес шешімдер қабылдай бастайды, қоғамға зиян тигізетін, тіпті біздің мынау Харьковскийден еске түсірсек, ойымды аяқтайын, Харьковскийден еске түсірсек, қаншама зиян алып келді. Бізде жылына өте үлкен көлемде керісінше табыс әкелетін жер, керісінше зиян әкелді мысалға. Жемқорлықтың да бастауы осыдан, осы қағидан бұзбай, қоғамдағы жемқорлықты жоя алмаймыз. Құрметті көрермен, жемқорлықты жою, онымен күресу, ол баршамыздың қолымызда.
Яғни сіз бүгін пара бермесеңіз, балаңызға дұрыс тәрбие берсеңіз, дұрыс білім алуына жағдай жасасаңыз, ертең мықты азамат болуына қалыптассаңыз, ол ертең елге қызмет еткен кезде ең бірінші сол сіз берген тәрбиені еске түсіретін болады. Келесі эфирге дейін жүздескенше, құрметті біздің арулар, әйел азаматтар, сіздерді ертең келе жатқан мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Аман сау болыңыздар, еліміз үшін аянбай қызмет ете берейік. Рахмет сізге.